Пайғамбар хадисте айтады: "Ал-Qur'ану худжатун лака ва алейка" дейді. Құран сенің пайдаңа көк өтеді, же Құран сенің зияныңа көк өтеді. Қияматта білесіздер, адамның қолы көк өтеді. Адамдың бұттары көк өтеді. Яума ташхаду айдихим ва аржулухум бима кanu яъмалун. Ясин сүресінде. Қиямат күні ушундай бір күн болады, қолдары, бұттары сөйлеп береді. Қолың, бұтың қылған күнәлерді қақшап тұрып айтып береді, сайрап тұрып айтып береді. Анан адам өзінің денесіне қайрылып сұрайды екен: "Ей, қолым, ей, бұтым, не айтып атасың?" дегенде Құранды шүйтіп айтқан: "Антақаналлахуллази антақа кулла шей." Бұл Құранның аяты. Бардық нәрсеге тил беріп сөйлеткен Алла мен да сөйлетіп қойдым. Не арған бар деген. Ошондуктан қияматта Құран бізге көк өтеді. Егер де кім Құранға амал қылса, Құранды бурмалабаса, Құранға түшінген ғалымдар түшіндірбегендей амал қылса, қияматта Құран сіздің пайдаңызға көк өтеді. Оқыған Құраныңыз шапаат жолы. Пайғамбар айтқан, екі захраван сүрелері бар, қияматта шапаат қылады деген. Пайғамбар шапаат қылғандай шапаат қылады. Ал қайсы десе, Бақара мен Али Имран сүресі. Бақара менен Али Имран сүресін дайым оқып жүрген адамдар қияматта тозаққа ырғытайын деп атқанда келеткенде: "Ей Алла" дейді екен. Бұлар сенің разылығың үшін бізді оқыған. Бұны біз шапаат қылабыз деп тозақтан сақтап қалады.